Сәлем достар, бүгінгі сабақта PHP мен HTML форманы байланыстыруды үйренетін боламыз. Яғни PHP файлдың ішіне HTML кодты жазуды. Бірінші өздеріңізде естеріңізде болса, XAMPP контролды ашамыз. Яғни біз Apache пен MySQL'ды запустить еттік. Одан кейін өзіміздің файлымызды құруға кірісе берсек болады. htdocs папкасының ішінде lesson 2 сабақ 2 деп қояйын. Естеріңізде болса, создать текстовый документ. Оның ішіне кіріп біз PHP кодымыз жазуымыз қажет. PHP коды стрелка сұрақ белгісі PHP сөзімен басталып, сұрақ белгісі стрелкамен аяқталады. Сохранить как. Осы нені сақтай береміз? Все файлы. index.php. Кодировка UTF-8. Сохранить. Яғни PHP файлымызды сақтап қойдық. Қажет емес файлды өшіріп тастайық. Жалпы сіздерді HTML код білет деген үміттемін. Сондықтан мына жерге бірінші HTML кодын жазып бастайын. HTML коды ол негізгі 3 түптен тұрады. HTML тегі біріншісі. Оның ішінде head деген тег бар. Ол негізгі тег. Оның ішінде барлық негізгі параметрлері көрсетіледі, сілтемелер көрсетіледі, CSS файлдарына, JavaScript файлдарына. Ал негізгі көрерменге көрінетін, көріп қарап отырған адамға көрінетін тег, ол body тег болып табылады. Осы body тегіндегі жазылған нәрселер ол қолданушыға көрілетін болады сайттың ішінде. Body тегінде мысалға жазып қойық. Не жазайық? Екінші сабақ деп жазып қойық. Сабақ номер 2 деп. Яғни бұл жазудан кейін BR тегі қажет болады. Сабақты үлкейтіп қою үшін H1 тегін қойып қойып. Яғни үлкендеу болып көрініп тұрсын. Осыдан кейін форма құрайық. Форма құру үшін бізде form деген тег бар. Данныйларды, формадағы мәліметтерді жіберу үшін біз post деген метод көрсетеміз. Яғни бұл данныйларды, формадағы данныйларды жіберу әдістерінің бірі. Бұның ішіне екі компонент енгізейін. Енгізілетін компоненттің типі текст болсын. Аты болсын просто. Одан кейін BR тег керек бізге. Екінші компонентті қоярдың алдында. Екінші компоненттің типі ол submit болады, яғни кнопка. Атын кнопка деп қоя салайын. Яғни екі компонент құрып қойдық. Біреуі ат енгізуге арналған форма, екіншісі кнопка. Жалпы мына кнопканы басқанда бүгінгі мақсат мына жерде аты деген полеге енгізілген адамның атын шығарып беру. Онда оның алдына атыңыз кім деп жазып қойын. Атын жаза, сонда сіздің атыңыз деп ары қарай шығарып береміз. Енді кнопканың басылғандығы туралы бізге әдіс құру үшін тексеретін if шарт операторын қолданамыз. Одан кейін isSet сөзі жүреді. Бұл isSet ішіндегі мәліметке true немесе false деген жағдай беріп отыратын функция болып табылады. Біздің жағдайда post методы болғаннан кейін $, нижний пробел, post, тік жақшалар, прямоугольный, апострофтың ішіне біз мына кнопканың атын жазу керекпіз. Біздің случайда кнопканың аты кнопка. Фигурный жақшаның ішіне
біз не жасамыз келеді, соны жасауымыз қажет. Бұл жерде мысалға айнымалы алайық, доллар атыңыз деген. Ол теңеседі, доллар, нижний пробел, пост. Яғни мына біздің аты деген компоненттің атын жазуымыз керек. Яғни бізге атыңыз деген айнымалы осы мәліметті меншіктеп алды. Алдыңғы сабақта айтқандай, PHP-де мәліметтердің типін көрсету қажет жоқ, бұл автоматты түрде өзі меншіктеп алады. Әрі қарай эко сөзін жазайық. Ішіне сіздің атыңыз, сызықша, нүкте, доллар атыңыздың. Яғни біз мына кнопканың басылғандығын тексеріп отырады. Басылған сәтінде атыңыз деген айнымалыға, мына пост аты дегенді меншіктеп алады, яғни мына компоненттің ішіндегі мәліметті. Сосын эко командасымен сіздің атыңыз және переменный шығарады, яғни переменныйдың мәнін. Мынандай апострофтың ішіндегі жазылған мәлімет өзгеріссіз осы күйінде шығады. Міне, осы мәлімет. Ал нүктеден кейін переменныйдың аты жазылған, ол переменныйдың мәнін шығарады. Сақтап алайық. Ол файлға қосылу үшін localhost деп жазамыз. Слэш менің папкамның аты сабақ 2. Атыңыз кім деген жазу шықты. Менің атым мысалға Асқар деп жазайын. Сіздің атыңыз Асқар деп. Мына жерде отправить деген жазу тұр, по умолчанию, оны өзгерту үшін да value деген мән қосамыз. Кейін мысалы атым деп жазып қойын. Жаңартсам, мына жерде атым деген жазу шықты. Яғни атым Асқар деген сияқты. Сіздің атыңыз Асқар деген шықты тұр. Бүгінге осы HTML формаға енгізілген мәліметті PHP коды арқылы экранға шығардық. Енді сіздерге келесі сабақ видеоны қарамас бұрын бір тапсырма орындаңыздар. Сонда ғана біздің эффективность байқалатын болады. Ол тапсырма екі санның қосындысын табатын тапсырма. Яғни қолданушы мынандай HTML формаға екі сан енгізеді. Кнопканы басқанда екеуінің қосындысы шығу керек. Одан кейінгі тапсырма 3 санның үлкенін табу қажет. Яғни қолданушы 3 сан енгізеді. Сізге қайсысы үлкені соны шығарып беру керек. Жалпы тапсырмалар осы. Келесі видеоны қарамастан бұрын осы тапсырмаларды орындап алыңыздар. Видеоны ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Және түсінбеген жерлеріңізді комментқа жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауабын жазамын.